Биыл серпін 2050 мемлекеттік бағдарламасы бойынша бөлінетін грант саны 2,5 есеге артады. Бұл туралы аталған жобаның үйлестіру кеңесі төрағасы Мұрат Абенов бағдарлама қатысушыларының республикалық слеті барысында мәлімдеді. Оның айтуынша, былтыр алғашқы жыл болғанына қарамастан, оған қызығушылық танытқан жастардың қатары өте көп болыпты. Зеренді ауданы Шағалалы ауылында өткен басқосуда бағдарламаны одан әрі жетілдіру мәселесі қаралып, еліміздің түпкір-түпкірінен жиналған студенттер жоба жайлы өз ойларын ортаға салды. Айта кету керек, мәңгілік ел жастары индустрияға серпін 2050 бағдарламасы өткен жылы еліміздің техникалық мамандықтардың жетіспеушілігін жою үшін елбасының тапсырмасымен қолға алынып, 2050 грант берілген болатын. Ол бойынша ауыл жастарының техникалық білім алып, жұмысқа орналасу мүмкіндігі бар. Бүгінде Ақмола облысында серпін бағдарламасымен 200-ден астам бала оқып жатыр. Ондай қызықшылық көп болғаннан кейін биыл 2,5 есе көбейтетін болдық. Шамасы 5.000-ға жуық, 4.000 жоғары оқу орындарына, 1,5 колледждерге. Енді биылғы жылы мамандықтар кеңейіп жатыр. Оның ішінде техникалық мамандықтар бар. Алдағы уақытта сәуір айында біз осы бағдарлама бойынша облыстарды аралап бастаймыз. 85% осы балдардың көп балалы отбасынан және материал жағдайы қиын отбасынан. Әрине бұл жерде үлкен мемлекеттік қолдау, тегін оқу, тегін жол, колледждерге тегін тамақ. Бізге жалпы барлық жағдай жасалған. Жаңа жатақхана, стипендиямыз, сабақ үлгеріміміз жақсы, қоғамдық жұмысқа белсене араласа аламыз. Осындай ұйымшылдықпен дамыған 30 елдің қатарына қосылып, алда серпін мен болашаққа серпініп көптеген жетістіктерге жетеміз деген үміттеміз.